Құрметті әріптестер және желі қолданушылар, және де Сарытөбе ауылының тұрғындары. Олжас Сүлейменовтің 85 жылдық туғанына орай біздің тұрақты оқырманымыз Мен Байғожаева Қырмызы Ерболқызы Олжас Сүлейменовтің шығармалар жинағынан «Адамға табын жеренді» поэмасы. Неліктен жуық жұлдыз ұран бізге, неліктен жыр арқауы қыран түзде, неліктен сұлулықтың асқақ бәрі, неліктен жауап берер жырау ізде. Суарып дариялар даламызды, жарықпен жайнатады қаламызды, жүрек жер айналтады ұршығында, шүйкедей ширатып саламызды. Күйінсең қиял ұшқыр жандай күйін, ғарышта жермен бірге самғай дүйің. Көмескі бір көрініп бір жоғалып, жұлдызға жол салу дос қандай қиын. Болмаған кезде сәуле жарық елде, ұштасып бәрі менде әрі менде. Нұр болып түн түнекті түреу бастап, қиындау қиынырақ бәрінен де. Қиындау қиындықсыз боламасын, жолын тап сыпыр қиял толмағасын. Кәдімгі біз өткен жол сонау жарық, жұлдызға жеткізетін жол анасы. Сәуірдің сұлу таңы алдайды нұр, аспанға ақша бұлтқа қамбайды қыр. Әлемнің шексіздігі еске кенет, түстіме зәре құтың қалмайды бір. Аспанның ақ қиық бір кемесінде айталық ағып ұшып келесіңде, айталық асау көңіл орнында, айталық әннен басқа жоқ есіңде. Күбірлеп отырасың өлең айтып, сезбейсің кеп қалғанын пәле қайтып. Самолет қалш-қалш етіп жұтқалы бір, жатқандай болады оны қомағай түп. Болама биік көкті ала сыртып, әйнекке жабысасың ауа салқын. Көзіңе жылы ұшырап алыс оттар, кетеді бәрінің тез бағасы артып. Түседі әдегенше бәрі есіңе, қайтесің кез болғасын көресің де. Жай кезде ойда тұрмас арзан сәттер, тірліктің айналады төресіне. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.